Танымал әнші Димаш Құдайберген қазақстандықтарды интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырып үндеу жолдады. Өнер иесінің айтуынша, теріс ниеттегі адамдар әншінің атын жамылып, әлеуметтік желіні өз мақсаттарына қолданып жүр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл бейнетаспаны жазудағы мақсатым интернет желісінде, Фейсбукте менің атымнан ашылған түрлі парақшалар халыққа және маған зиян тигізе бастады. Жалпы мен ешқашанда ақша сұрайтын ойындар өткізбеген емеспін. Тыңдармандарым біле жатар. Қателеспесем, тікелей эфирдің өзіне 3-4 рет қана шыққан. Алдағы шығармашылық жаңалықтармен бөлісу үшін. Соны скриншотқа түсіріп алып, өздерінің алаяқтық әрекеттерін жүзеге асыру мақсатында Димаш Құдайберген болып Фейсбукте жалған парақшалар ашып алып, халықпен тілдесіп отырған фотомды қойып қойған. Сол арқылы лотерея сияқты түрлі ойындар өткізіп жатқан сияқты етіп көрсеткісі келіп жатыр дейді. Осы орайда әнші жерлесіміз баршаны жалған ақпаратқа сенбеуге шақырды. Ондайға ешқашан сенбеңіздер. Мен ойындар ұйымдастырған емеспін. Оның маған қажеті де жоқ. Сол себептен алданып қалмаңыздар. Ескерту, айту мақсатында осы видеоны түсіріп жатырмын. Ешқашанда интернет арқылы ешкімге ақша жібермеңіздер, деді ол.